Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 16-шы сабақ. 8 саны және цифры. 8 саны және цифрымен танысасың. Нөмірі 1 есеп. Сурет бойынша неше, реті бойынша нешінші сөздермен сұрақтар құрастыр. Неше сөзіне сұрақ құрастыратын болсақ, үстелде неше қасық бар? Үстелде 6 қасық бар екен. Үстелде неше тәрелке бар? Үстелде 8 тәрелке бар екен. Үстелде неше шай кесесі бар? Мұнда 7 шай кесесі бар екен. Нешінші сөзіне сұрақ құрастыратын болсақ, мұнда төбедегі суреттерге қарайық. Алмұрт нешінші тұр? Алмұрт 2-ші тұр екен, е? Қызанақ нешінші тұр? Қызанақ 1, 2, 3, 4, 5-ші тұр екен, е? Сәбіз нешінші тұр? Сәбіз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші тұр екен. Сәбіз 7-ші тұр екен. Үстелдегі әртүрлі заттарды сана, оларды салыстыр дейді. Үстелдегі заттарды санасақ, мұнда 8 тәрелке бар еді, я? 8 тәрелке 6 қасықтан артық екен. 7 кесе 8 тәрелкеден кем екен. Нөмірі 2 есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда, есепте. Мұнда суретке қарайық, балалар. Мұнда көк 3 кесе бар екен, жасыл 5 кесе бар екен. Яғни 3-ке 5-ті қосу. Қосынды осы қосынды сәйкес келеді екен, я? 3 қосу 5 тең 8-ге екен. Және керісінше 5 қосу 3 деген қосынды сәйкес келеді екен. 5-ке 3-ті қосатын болсақ, 8-ге тең екен. Айырмасында 8 азайту 5 сәйкес келеді. 8-ден 5-ті азайтатын болсақ, 3-ке тең екен. 8 азайту 3 тең 5-ке. Яғни осы айырма да сәйкес келеді екен. Екінші суретке қарайық, балалар. Мұнда 2 көк кесе, қызыл 6 кесе екен, я? 2-ге 6-ны қосатын болсақ, 8-ге тең екен. 6 қосу 2 қосынды сәйкес келеді екен, я? 6 қосу 2 тең 8-ге екен. 8 азайту 6 тең 2-ге, 8 азайту 2 тең 6-ға екен. Үшіншіге қарайық. Үшінші суретте 4 қасық, 4 шанышқы екен. 4-ке 4-ті қосатын болсақ, 8-ге тең екен. Бізге осы қосынды сәйкес келеді екен, я? 8-ден 4-ті азайтатын болсақ, 4-ке тең келеді екен. Яғни осы 8 азайту 4 айырмасы сәйкес келеді екен. Нөмірі 3 есеп. Салыстыр. Суретке қарасақ, мұнда 6 қасық бар екен, 3 шай кесе бар екен. 6 3-тен артық. Мұнда 3 тәрелке бар, 4 кесе бар, 3 4-тен кем. 3 шай кесе бар екен, 3 тәрелке бар екен. Яғни екеуі тең екен. Нөмірі 4 есеп. Тізбек бойынша есепте. Мұнда 3 қосу 1 4-ке тең, 4 азайту 1 3-ке тең, 3 қосу 2 5-ке тең, 5 қосу 1 6-ға тең екен. Бірінші тізбекте 6 саны шығады екен. 4 азайту 1 тең 3-ке, 3 азайтамыз 1 тең 2-ге, 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады, 4-ке 1-ді қосатын болсақ 5-ке тең, 5-тен 2-ні азайтатын болсақ 3-ке тең екен. Екінші тізбек бізде 3 саны шығады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.